Ассалаумағалейкум. Алдымен мына наданды тыңдайық. Не дейді екен? Бір намазды қазаға жібердіңіз, келесі намаздың уақыты кірді. Сіз қайсы намазды бірінші оқу керексіз? Егер де сіз анау балиғат жасынан бастап намаз оқып, мойныңыздан 6 уақыт намазды қаза жібермеген адам болсаңыз, ондай жағдайда сіз уақыты кіріп тұрса да бірінші қаза болған намазыңызды өтеп, одан кейін анау уақыты кірген намазды оқу керексіз. Мүфтиет мынандай түсіп шығай сияқты наданды мүшеміз қалай аттестациядан өткізіп, имам етіп қойды ұқпаймын. Әлде өздері осындай надан ба діннен ештеңе ұқпаған. Құран мен сүннетті Аллах сендерге дінді жеңілдетіп бердім десе, дүмше молдалар дінмен алысып дінді надандығымен қиындатуда. Құранда Аллах намаз туралы, ал Құраннан өзің үшін ауыр емес аятты оқы дейді. 73-ші сүренің 20-ші аятында. Мына наданның айтып тұрған шартпырағы не Құранда, не сүннетте жоқ нәрсе, аузына келген доттап былшылай береді. Сондықтан тыңдамаңдар мұндай надандарды.